мәшқы жүсіп, жемтік үшін жан қинап таласпа құр. Босағаң мен төріңді аласта бір, адамзатта болмаған алтын заман келе жатыр Алладан алаш қабыл. Сұм мен қуды шуылатқан табырымен, сұрайды Алла тұрғызып қабірінен, алашты да сынаған қыл көпірде, аман шықты одан да ол сабырымен. Тәңірі деген ілтифат базынаңа, бұл Құдайдың жасаған назығана, жерге сіңген көз жаспен мәңгейтерің, жер астында айналған қазынаңа, алтын басың сән мәрте дауда қалған, сатылған, саудаланған, нақақтан бір қан төккен ерің жоқты, жерің жоқты біреуден жаулап алған. Көк бөрінің сенде көк байрақ еді. Мен де сендей бұлбұлдай сайрап едім. Адамзаттың төзіне тік қарайтын бір жұрт болса, сол сенсің қайран елім. Сен едің ғой Тұранның кемелелі, алтын ордаң одағы керен еді. Адамзатқа құшағын ашқан жұртты Алланың бір алқауы керек еді. Қаншама уақыт көз түрткі мазақта өстің, қаншама уақыт қан кештің, азап кештің. 3 ғасырдай бодан боп аман қалған, қастық жасай алмайды қазақ кешкім. Жыр мен күйдің қисса ғой зарың әрі, ананың ақ сүтіндей арың әлі, түп әлемде өзіңе жалт қаратар, түріктердің сен қара шаңырағы. Жемтік үшін жан қинап таласпа құр. Босағаң мен төріңді аласта бір, адамзатта болмаған алтын заман келе жатыр Алладан алаш қабыл.